Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан дәмі өте керемет шығатын кекс жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жаңа рецептілерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ал енді бастаймыз. Бізге ең керекті өнімдерімізді алдын ала дайындап аламыз. Табамызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды және ванилин қосып, миксермен ақ көпіршікке айналғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды құямыз, жылы сүтімізді құямыз, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, үш бөлікке бөліп, сеуіп, осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл жерде миксердің қолданудың қажеті жоқ, өйткені кексіңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті венчикпен осылай араластырып отырып, ұнымызды жақсылап араластырамыз. Міне осындай қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа болып шығады. Енді формочкамызға құямыз. Менде дәл осы рецептпен 11 кекс шықты. Ендігі кезекте бетіне мейіз қойып шықсаңыздар да болады. Енді пешімізге 180-200 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарап отырып пісіресіздер. Мен 180-200 градуста 35 минут пісірдім. Міне біздің кексіміз дайын, дәмі өте керемет, дәмді болады. Ас болсын.